Сәлем достар. Түпсана және сана. Адам екі бөліктен тұрады. Түпсаналы бөлігі бар адамның, и саналы бөлігі бар. Дәл қазір түпсана деген не деген сұраққа мен былай жауап бергім келеді. Түпсаналы бөлігіміз біздің саналы бөлігімізді басқарады. Не үшін? Себебі барлық информация жиған жиынтығымыз біздің сол бөлігімізде. Ол дегеніміз не? Өмірге келгеннен бастап бүгінгі күнге дейін жинаған барлық біздің тәжірибеміз, барлық білген, түйген тұжырымдарымыз, убеждение установкаларымыз, сенімдеріміз барлығы сол жерде. Оған не кіреді? Гендік информация, ДНК, қанмен келген информация, әулетімізден келген информация, және отбасымызда алған ата-ананың бізге берген тәрбиесімен келген информация, немесе кім сізді тәрбиелеп баққақты, содан келген информация, сол кісінің тәрбиесі арқылы келген информация сіздің түпсаналы бөлігіңізде. Бұл жерде одан басқа социумнан келген информация бар. Социумның тәрбиесі арқылы келген. Яғни оған не жатады? Ол біздің еліміз, жеріміз, қай жерде тұрып жатсыз, қай қалада, қай үйде тұрдыңыз, ол ауыл ма, ол қала ма, кім айналаңызда болды, қандай адамдар, дос жаран, көрші көлең, тума туыс, коллектив жұмыстағы, және мәдениет, культура, еліңіздегі көзқарас, именно культура жағынан да, мәдениет жағынан. Соның барлығы біздің түпсаналы бөлігімізде. И сол жиған жиынтық призмамыз, сол программалардың призмасымен біздер өмір сүреміз. Егер де біз өмірімізді өзгерткіміз келсе, біз түпсаналы бөлігіміздегі жиналған информацияны меңгеріп талдау керекпіз. Как только біздер сол жақты талдап, керегін алып, сақтап, керегімесін қайта жазып, өшіретін болсақ, онда біздің өмірімізде нәтижелі басқа өмірді сүруге мүмкіндік пайда болады. Егер еш нәрсені біз қозғамайтын болсақ, онда біздің түпсанамыздағы жиған терген информация бойынша өмірімізді сүріп шығамыз. И осыны біз маңдайдағы жазылған тағдыр деп те айтып, не келеді, соны сүріп отырамыз. Егер сізге қызық болса бұл тема, менің парақшамда бұдан да басқа толық ақпаратты таба аласыздар. Келіңіз, қосылыңыз, подписка жасаңыз.